Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar men sport жаңалыктары videoni bastamaz burun arnaga tirkelib videoga like bosuvni unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалыктар tek qana bizda bo'ladi. Bahodir Jalolov bilan Ivan Dichko nega ayqas bo'lmaytin bo'ldi? Nega 5-savr Jalolov boshqamen ayqasatin bo'ldi? Avesqoy boksda Qozog'istonlik Ivan Dichko men O'zbekistonlik Bahodir Jalolov 4 ret кездесіп барлық жекпе-жекте Dichko жеңіске жеткен. Қазіргі уақытта екі боксшысы да кәсіпқой рингте өнер көрсетеді. 2025 жылдың 5-сәуірінде Астанада өтетін бокс кешінде Bahodir Jalolov басқамен айқасатын болды. Nomad Boxing промоутерлік компаниясының басшысы Рустам Қуаншалиев бұл кеште Jalolov пен Dichko арасындағы жекпе-жекті ұйымдастыруға ниетті екенін білдірген еді. Алайда Jalolовтың жаттықтырушысы Tulkin Kilchevтің айтуынша алдымен Jalolov 2-3 рейтингде жекпе-жек өткізуді жоспарлап отыр. Содан кейін ғана чемпиондық кездесулерге шыға алады, дейді. Сондықтан қазіргі уақытта Jalolov пен Dichko арасындағы жекпе-жек туралы нақты ақпарат жоқ. Жаңа мәліметтер пайда болған жағдайда сіздерге хабарлама болады, дейді. Қазіргі уақытта Иван Dichkoның алдағы жекпе-жегіне қатысты ресми ақпарат жоқ. Ол соңғы рет 2024 жылдың 27 желтоқсанында Алматыда ресейлік боксшы Виталий Кудуховпен кездесіп, жеңіске жетті. Жаңа мәліметтер пайда болған жағдайда сіздерге хабарлама өтеді, дейді. Айта кетейік достар, 5-сәуір Jalolov басқамен айқасатын болды. Біраз бұрын Иван Dichkoмен айқасатын еді достар. 5-сәуір Жанбек Әлімханұлы жекпе-жегі болады франциялық Ануэль Нгамесинге қарсы. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.